Армысыздар, құрметті қонақтар және оқырмандар. Бүгін біз өлкеміздің мақтанышы қазақ өнерінің, қазақ сөз өнерінің көрнекті өкілі, бүгінде арамызда аман-есен шығармашылық шыңында жүрген аяулы ағамыз, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Қазақстанның құрметті журналисті, Махмұд Қошқарияның алтын қарекіне сіңірген еңбегі үшін халықаралық алаш әдеби сыйлығының лауреаты, Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы халықаралық әдеби сыйлықтың және тәуелсіз алтын қадам сыйлығының иегері, Қостанай облысының, Қостанай қаласының және Жітіқара ауданының құрметті азаматы, ақын, жазушы, драматург Шаяхмет Ақылбек Қожаұлының шығармашылық кешіне орай ұйымдастырылған жүрегінен жырдың өткенін ағызған атты кітап көрмесіне қош келдіңіздер. Бұл жерде ақынның жарық көрген өлеңдері, жинақтары, прозалық шығармалары қойылып отыр. Бұл көрмеде Ақылбек Шаяхметовтің өмірі, шығармашылық жолы туралы мерзімді басылымдарда, газет журналдарда шыққан мақалалар, естеліктер мен әдеби зерттеулер орын алады. Замандастары мен әдебиетшілердің ақын тұлғасы туралы жазған жылы лебіздері мен шығармашылық портреттерін көре аласыздар. Білмеймін, бұл дүнияда ақын көп пе, шығарған даңқыменен атын көпке, қашанда туған топырақ сен іздесем, ғажайып кездесемін Ақылбекке. Рахмет ақын бауырым, ұмытпаспын, сенің де көкірегінен шығып тасқын, ұмытылған кен далаға толқындарын, теңіз доп, сонда өзімен иықтаспын деп Ғафу Қайырбеков, ақын, Қазақстан Республикасының халық жазушысы, аудармашы Ақылбек ағамызға арналған жүрек жарды лебіздеді. Жерде қарасаңыздар, Ақылбек ағамыздың әр жылдарда түскен фотосуреттерінен фотошежірені көре аласыздар. Бұл көрмеден сіздер ақынның жүрек түкпірінен шыққан жауһар жырларын, ол кісінің сан қырлы талантын ашатын мерзімді басылымдағы құнды мақалаларды таба аласыздар. Халқының қалаулысы, елінің елеулісі болған ақын ағамыздың шығармашылық әлеміне бірге саяхат жасап, кітап көрмесін тамашалауға шақырамыз. Мен ағама бірге бітірдік орта мектепті. Неше класста? 8-ші класста. Мына Ғабит Мүсірепов, Сәкен Жүнісов, Әбдіш Жұматов, Ұйғырдың жазушысы. Мынау біздің Сапар аға елесінде. Бейімбет Мария 90 жылда. Рахмет, ниеттеріңізге. Бірге шығыңыздар. Ассалаумағалейкум. Әруақ қонтына шөккен, әулиелер жатқан ауыз өңірінің тұрғындары. Кеше ғана мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мынау кітап оқытуды дамыту және зерделі азаматтар тәрбиелеу мақсатында үлкен жарлыққа қол қойды. Баяғыда ескі дәуірде, ескі заманда осы кітапты жасырынып, әр жерде тығылып, үйдің шаруасынан қашып жүріп оқушы едік. Қазір енді патшаның тәрбиелімен оқитын жағдайға жеттік. Бұл да сол ұлт руханиятында алаңдайтын мәселе әлі де көп екенін аңғартады. Бұл олқылықтардың орнын толтыру үшін не істемек керек деген тек қана жоғарыдағы адамдар ойлану керек емес, әрбір азаматтың көкірегінде осы
ой мазалап ұйқысын қашыру керек деп ойлаймын. Бұндай кешенді істердің бірі мынау елге тұтқа азаматтардың, үлкен қаламгерлердің осы елге келіп кездесулер өткізіп, шығармашылығымен жүзбе-жүз халықпен кездесіп арқылы осы жастардың бойына осы руханиятымызға деген сүйіспеншіліктің дәнін егу сияқты шаралар керек деймін. Осы мақсатта бүгін алдарыңызға қазақтың қайраткер, ақыны, көрнекті қаламгері, драматург Ақылбек Шаяхмет ағамыз келіп отыр. Бұндай күнде бола бермейді. Бүгін осы ағамыздың, Ақылбек ағайдың шығармашылығымен сәл танысамыз. Сосын өзі төрге шығады. Еркін форматта кездесу болады деп ойлаймын. Мынау залда көбіне жастар отыр екен, сұрақ қойып, белсенді атсалысып отырыңыздар. Қазір Ақылбек ағай туралы шағын фильм бар еді, соны көріңіздер, әрі қарай жалғастырамыз. Адамзат тарихындағы ең алғашқы ақын кім болды екен? Ең алғашқы ақын, ең алғашқы өлеңін кімге арнады екен? Оның ең алғашқы өлеңі бәлкім аяулы анасына, бәлкім сүйген жарына, я болмаса кіндік қаны тамған атамекеніне арналған болар. Алапат сезімі жанарында ойнап, ып-ыстық сағынышы қанында қайнап, жарық дүниеге бір тамшы өлең болып тамырда жүрегінен де күй кештеген ол ақынның. Бұл сауалға ғасырлар бойы жауап таппай шегі жоқ ой азабына батқан қапылдар қанша. Иә, ақын жүрегі жұмбақ ойлар мен тылсым жырлардың түрмесі. Жаназық бағдарламасының бүгінгі кейіпкері арқалы ақын Ақылбек Шаяхмет. Жүрек менің алақаным, достарыма ашылған. Жүрек менің жұдырығым, қастарыма ашынған. Жақынымды аялайды, мейірімін төгеді. Жұрттың бәрін құшағыма сүйе бергім келеді. Жүрек жасыл жапырақтай жасарады көктемде. Жазғы жаңбыр жұпар иісін бұрқыратып өткенде. Жауқазын жыр жүрегімнен өсіп шыққан көз сонда. Жырламақ боп, мағыналы тіршілікке құлшынды. Жігері де, сезімі де жинақталар жігіттің. Жүректеген қоймасыма күдікпенен үміттің. Жасымайды кейбіреулер, келсе де оны танымай. Жасқанбайды күш қайратын намысына жанымай. Жүрек менің кеудемдегі аласұрған балықтай. Жүзедіге өмірімнің айдынында жалықпай. Жағалауда бір қыз отыр, сол балыққа қармақсап. Жаным менің ауырады, ауырады қан қақсап. Жүрегімде ерке қыз жүгендемек болып пең. Жауап берші, қалқатайым, үндемейсің неліктен? Жанарымда жалын ойнап барам мен де елжіреп. Жасырмаш сен ол қызды сүйесің ғой. Ей жүрек, жек көресің талайларды, ұнатасың талайды. Жаным менің, жаны жомарт, жақсыларды қалайды. Жүрек менің жұдырығым, қастарым ашынған. Жүрек менің алақаным, достарыма ашылған. Ақылбек тұлғасы ірі, мықты ақынның бірі. Бір ерекшелігі ол тамырын жерге жіберген, өзі туып өскен құнарлы топырақтан нәр алған. Оның мықтылығы да сол, барлық Еуропа мен Азия ақындарын терең меңгеріп, Наушабайдың Нұржаны, Басықараның Қанапиясы, Орысбайдың Ақсұлу секілді арқалы ақындардың жырын аттап, өмірін зерттеп, туған жеріне табан тіреп тұрғанында. Халық жазушысы Сәкен Сері Жүнісовтың Ақылбек Шаяхмет хақындағы пікірі бұл. Ақынның тырнақалды жыр жинағы 1977 жылы жарық көрді. Бүгінге дейін оның алуан жанрды қамтыған 40-қа жуық кітабы көпшілік оқырманы ықыласына бөленген. Енді мен шығармашылықпен айналысып жүргеніме 20 жылдан асты. Жалпы поэзия менімен негізгедін, мен сенің сезесіңбі негіздедім деп Ақиқат Мұқағали Мақатаев айтқандай,
әдеби жанрда көбіне поэзия жанрында қалам тарттым. Жалпы әдебиет бұл өмірдің айнасы. Сол тұрғыдан келгенде мен де өзім көрген, білген, сезген, кейде қарапайым адамдардың көзіне шалына қоймайтын, кейбір адамдар тебіренте қоймайтын, толғанта қоймайтын мәселелерді жырма өзек қылдым ой ойлаймын. Көрнекті ақын Жұмекен Нәжімеденовтің бір өлеңі бар еді. Терлеп жүрмін көсеммен мәйтемдегі шай ішкенде шығатын жай термеді. Айтсам екен әуелі қайсырымды, бассам екен әуелі қай пернемді. Сондықтан мен өмір бақи арқа ішінде бір бидай болып, мына Қостанай өңірінде басқа ұлт өкілдері басым болған кезде, әсіресе келімсек орыстар қаптап кеткен кезде өмір сүрдім. Тың игеру кезінде, тың игерудің жаңағы зардабы мен жақсылығында көзіміз көрді. Сондықтан мен жазған дүниелерімде меніңше өмір шындығынан онша алшақ емес. Барлығы қап-қара, қап-қара, қап-қара қолына ұстаған ақтан да, мақта да, қап-қара алып күн, қап-қара ай, қымтаған жер бетін күнде түн, түнде түн, тұтасқан түнектің жанына батқан ай, ақ түсін ол білмейді, ақ түнді қызықтап жүрмейді, қарадан басқа түс бар десен сенбейді, туғалы көрмейді, жарықты жер басып жүрсе де, қалыпты құр сүрде, мойынға киіп ап, қап-қара қамытты, қап-қара түндерді жамылған, жап-жарық күндерді сағынған, талай қыс, талай ай өткенде, кез болды біремші жанарын емдейтін, о ғажап, таң ата күн нұрын төккенде, оянып кеткенде, ашылды көздері көрмейтін. Ақ сәуле, жап-жарық, қараңғы түнекті қақ жарып, келді де ауыртты жанарын, бұрынғы қолымен сезгенін ұстады көздері. Жап-жарық сәуленің тілімен, жап-жарық сәуленің үнімен шырқады таң әнін. Зымырап күн өтті, түн өтті, аптығып ай өтті, асығып жыл өтті. Көп жүрді ол асықпай аралап, жап-жасыл жердегі күл қоқыс, жап-жарық айдағы қарада көздерін жүдетті. Ақ жүзді жандардың қап-қара көңілі, ақ көңіл жандардың қараңғы сенімі қинады жап-жарық жүректі. Қап-қара күйені көздері көргенде, өкінді ол қараңғы мекеннен фәниге келгенге. Тамыры бір күнде соқпады, тоқтады жүрегі шерменде, үзілді бір өмір, бір етті денемде. Өліктің көздері сұп-суық, жат үнсіз қадалып, жақсылық жамандық аралас, белгісіз әлемде. Ақылбек Ғапу мен Сырбай, Мәриям апа Хакімжан басында аға буын қаламгерлердің қасында көп жүрген, олардың ұлағатын көрген ақын Мұқағали кеңшілік сында кең тынысты ақындармен қатар тұрып өлең оқыды. Мәриям апа Хакімжанова туралы бұл жалғыз қазақ қыздарының ғана ұсталы тәлімгер емес, бүкіл жаңа қазақ әйелдерінің үлкен бір тәлімгер анасы деп есептеуге болатын. Мәриям апа туралы кезінде Кеңшілік Мырзабеков өлең жазған болатын. Сонда ол кісінің жазған бір шумағы бар. Мәриям апай, мамағаздай, мамамыздай біздердің, біз ақындар сәл лепірсек кісетігін сабамыздай біздердің. Қайран апа, аман болсы жүзін көрсе жүздердің, жылдар өтер, күні өтер, басып кеткен ізімді дәздерімді. Сол сияқты біз ол кісілердің басып кеткен ізін іздейміз. Сырбай Мәуленов кезінде Қостанайда шыққан большевиктік жол, оның алдында ол газет аталған, Бейімбет Майлин жұмыс атқарған, ол газетте қызмет атқарғанын білеміз. Қостанай ауданында Кенарал деген жерден қазіргі Федоров ауданына майданға аттанғанын білеміз. Ғафу Қайырбеков Дауанды бер, ауанды бер Қостанай, мені жалғыз жарамды бер Қостанай деп Қостанайға арнап өлең жазғанын білеміз. Көше сонша кен емес, көлем онша көп емес, сонда досы Қостанай кен даладан кем емес деген сыраған өлеңдерін сағынамыз. Жан әке, жүруші едім еркеліктім. Әлпеште өсірдің де тенте кеттің. Көп жаттың сырқат меңдеп, төсек тартып, өмірге аз қонақ болып, ерте кеттің. Шың тағдыр мұң қасірет ала келдің. Көзіме жас құйылып, қала бердің. Жатысың мәң ұйқыда тыным алып, бұйырып бір пұшпаға қара жердің.
Қолдағы денсаулықты бар асылым, болмады арашалар жанашырым. Қайғалы анам қалды ортасында, шиеттей алты бірдей баласына. Жас болып қадірімді елемедік, есейіп, қуанышқа бөлемедік. Алты үйде біздер жетсек алма кезек, сайрандап жүреді ғой деген едік. Әкелік парызыңның өтелгенін білгенде армансыз болып өтер ме едің? Көрмедің бір ұлыңның отау құрып, үй болып, жеке шаңырақ көтергенін. Әкежан, әлі күнге бед екенсің. Балам үшін мәңгілік тірі екенсің. Түсімде көрдім бірде қаладан кеп, базарлығын естіріп жүр екенсің. Әке деп есіміңді қайталаттым. Тынығын көңілімнің шайқа бақтым. Кетуің, келуіңнен тез болды ма? Жапқаным қалай есік байқамаппын. Жаныма жылы сезім өттің сеуіп. Қарманды айналасын, жеткіншегім. Қасқағым сәтке болса да, келші маған. Еркелетші, сағынып кеттім сені. Ақылбек өз ғұмырнамасын ғазалмен өрген өршіл де сыршыл ақын, әлеуметтік лириканың хас шебері, ақын шығармашылығының өзегі өмір шындығы. Поэзияда менің барлық өмір баяным бар. Өйткені поэзия ол жанның жылуы, жүректің қызуы, бір сәтті көңіл күйдің өзі жаңағы жыр жолдарына түседі, оны оқырманмен бөлісуге асығасың. Поэзия негізінде жаңағы санаға түскен сәуледен және жүрекке түскен ұшқыннан, былайша айтқанда ой мен сезімнен оралады. Ал енді мына тарихи тұлғалар туралы көптеген ақындар неге прозаға барады дегенде, әрине бір тарихи тұлғалар туралы, белгілі бір оқиғалар туралы, тарихи таным тұрғысынан қарағанда, оның бәрін үлкен бір құлаш бір эпостық дастандар болмаса, поэзияға сыйғызу мүмкін емес. Менің де сол прозаға баруым көп жағдайда, әсіресе эсселер жазуым, прозалық шығармалар жазуым, ол жаңағы поэзиялық жанрдан ауытқу емес, поэзия өмір бақи жолдас болып келе жатыр. Сол поэзияда айта алмаған ойларымды, поэзияда жеткізе алмаған ойларымды түбіне дейін жеткізу мақсатында, оқырманға таныстыру мақсатында жазылған дүниелер. Ал драма туралы сөз қылатын болсақ, мен драмалық туындыларым, бұдан ең алғашқы драмалық шығармамды, мен драмалық поэма Ақсұлу деп аталатын, бұдан 25 жыл бұрын жазған болатынмын. Ол көрнекті ақын, атақты Кешімбай ақынмен айтысқан, Ахмет Байтұрсыновтың, Сәбит Мұхановтың, Мұхтар Әуезовтың мақалаларына өзек болған Ақсұлу Орысбайқызы туралы біріншіден біздің жерлесіміз, екіншіден өте аз зерттелген тұлға. Біз жаңағы айтыс кітабынан Әбубәкір Диваев пен Мардан Байділдаев жазып алған, оның Кешімбаймен айтыс нұсқасын ғана білеміз. Осыған байланысты Ақсұлудың өмірін мен біраз зерттедім. Және бұл Ақсұлуды мен тағы поэзиялық тілмен, яғни драмалық поэма түрінде жазып шықтым. Бұдан кейінгі менің көптеген драмалық шығармаларым, олар да біздің Қостанай өңірі ғана емес, бүкіл қазақ халқына төл перзенттері. Қаламгер Қостанай өңірінде туған қазақ руханиятының, алып тұлғаларының өмірі мен қызметін арқау еткен бірқатар драмалық туындыларды дүниеге әкелді. Оның Ыбырайдың өсиеті атты драмасы республикалық алтын қалам тәуелсіз байқауында жылдың ең үздік драмалық туындысы атанды. Ал көпшілік көрермен көңілінен шыққан өкініш атты психологиялық шығармасы Ильяс Омаров атындағы облыстық драма театрында сахналанды. Келіні, баласы өздерінің әке-шешелерінің қаттар үйіне өткізіп жатқанын біз кейде өмірде байқамай қаламыз. Біз өмірімізде кездестірмегеннен кейін, бұлай біреудің танысы арқылы қаза келсеңіз, өмірде яғни ондай оқиғалар жетерлік екен. Бұл шығарманың халыққа басты айтар ойы, жаңағы Ақылбек ағамыздың алған тақырыбы, қазіргі мынау өсіп келе жатқан жастар, болашақ келіндер, болашақ күйеу балалар, болашақ ер азамат, мынау халқымыздың намысын қорғайтын азаматтарымыздың алдына әке-шешелеріңді аялап бағыңдар. Ертең өсіп жеткізіп бергеннен кейін далада тастап кетпеңдер деген ұғым жатыр. Қиындатып жазбай, сондай бір ойы ортақ диалогтар, жаңағы актер мен бір актер сөйлескен кезде де сондай бір қиын, сондай бір қатты бір философияда емес, бірақ бұл кісінің жаңағы ойы, осы шығармадағы, өкініш шығармасындағы ойы, тақырыбы ұшқыр болды. Ақын өлеңдерінің негізгі арқауы әділет пен ізгілік,
қоғамдағы кейбір келеңсіз құбылыстарды түйрей сынайтын өлеңдер арқылы қаламгердің көзкөрік келбеті айқын дараланады. Мен өзімнің бір жиі айтатын Ақылбек жөнінде сөзім бар. Ақылбек мына біздің еліміздің намысы, Ақылбек біздің еліміздің мақтанышы, Ақылбек біздің еліміздің ұраны деймін. Ол патриотпын, отаным сүйем деп кеудесін қаққан ақын жазушы, ғалымдар, қоғам қайраткерлері толып жатыр қазір. Бірақ оларды құр сөз. Ақылбек соны іспен атқарады. Бұл бір жағы Ақылбектің. Ақылбектің екінші жағы бұл енді трибун сөйлегенде, кез келген жиналыстарда, кез келген бір митингілерді үлкен отырыстарда Ақылбек сөйлегенде сөздің тілін түсіріп сөйлейді. Барлығы ақын, барлығы жазушы олай сөйлей бермейді. Көп өлеңдері мынау отансүйгіштікке, жаңағы патриотизмге тәрбиелейді. Бұлар сүйдім бұйдым деген сықыл лирикалы өлеңдер жаза бермейді. Ел туралы, жер туралы жазады. Ақылбек көпқырлы әмбебап жазушы. Ол қазыналы өңірдің шежіресін жырлап, тарихын қаттаған қаламгер. Ақылбекке бір таң қалатын, бұл айтпайды, айтқан жерден біліп шығады. Екінші, бұл ақын бола жүріп, зерттеуші бола жүріп, бұл шынында да тарихшы. Мына менің қолымда Ақылбектің Тайбар деген кітабы отыр. Осы кітапта жергілікті ақын жазушылардың, би шешендердің, батырлардың, ғалымдардың, жазушылардың өмірі жөнінде қысқа очерктер жазуымен Ақылбек осы Қостанай Торғай өлкесінің үлкен бір тарихын жазып шықты. Мысалы, көптеген адамдар білмейтін, өзі оңтүстік жақта бүгінгі дейін Қостанай орыс болып кетті дейді. Бірақ сол орыс болып кеткен Қостанайдың мінекей мына кітаптағы адамдарын айтып өтсем, көбі осыларды білмейді. Елдесті білуі мүмкін, Ильяс Омаровты білуі мүмкін. Бірақ мына Ізбасыны, Сықақ ақынды, Өтебасыны, Тосбол биді, мына кітаптың ішіндегі 50 шақты адамның өмірі, бұл яғни кешегі күні кеңес дәуірі келгенге дейін, тіпті кеңес дәуірінің алғашқы жылдарында бұл елде елдің сөзін сөйлейтін, елге арша түсетін билер, ақын, шешен, елдің көңілін көтеретін жыршы, жырау, әншілердің көп болғанын көрсетті. Ақылбек Шайхметовтің соңғы жылдары жарыққа шыққан Мінәжат атты жыр жинағы қалың оқырман көңілінен шықты. Мінәжат жыр тілімен жазылған ақын жанының ақиқаты, жүрек жыры, көңіл сыры. Қостанай өңірінде діндар дәуір әдебиетінің көрнекті өкілдері өткен. Солардың ішіндегі ең кәдімгі бірегейі бұл Ыбырай Алтынсариннің жанында жүрген діндар дәуір әдебиетінің көрнекті өкілі Нұржан Наушабайұлы болатын. Мен Нұржан Наушабайұлының 3 кітабы жарық көрген, араб таңбасымен басылған, ол кезде араб әрпімен Қазанда және Санкт-Петербургте жаңағы. Соның ішіндегі кітапқа Оян Алашым деген кітабы, одан кейін жаңағы Манзумат Қазақия деген кітабы және Сапар Әлиме Жұмбағайысы. Осы кітаптарды мен кириллица аударып, ең алдымен Қостанайда, одан кейін Астанада Фолиант баспасында бастырып шығардым. Осы Нұржан өлеңдері маған қатты әсер етті. Және 40 жасымнан бастап мен өзі ораза ұстай бастадым. Бұл Мінәжат жыры, бұл ораза айында туды негізінде. Ораза айында туған жырлар бұл Аллаға мінәжат, бұл жүректегі жан сыры, иманды шының. Өйткені бәрімізде бұл дүниеде фәни бар екенін білеміз. Қазақтар тауып айтқан жалған дүниеде бақи бар екенін білеміз. Ал енді фәни мен бақидің арасындағы адамзат өмірге не үшін келді? Оны жаңағы Алла жаратқан 18 мың ғаламдағы басқа хайуандардан, жыртқыштардан, жан-жануарлардан, үй жануарларынан қандай айырмашылығы бар? Адам несімен ерекшеленеді? Артында қандай із қалдыру керек? Осы тұрғыдан келген кезде адам деген ардақты атқа, кешегі Адам ата мен Хауаны анамыздан басталған үлкен дүниеге мен ой жүгіртуге тырыстым. Осы бағытта Құран кітаптарын орысша, қазақша, Құран тәпсірлерін біраз ақтарып оқып шықтым. Соған байланысты туған жырлар. Мен Мінәжат кітабын шығарғанымда жалпы Мінәжат кітабына 500-ге жақын өлең кірген.
Сонымен енді болды, осы тақырыпты қалдырып бітірдім ғой деп ойлағам. Бірақ онымен бітпеген екен, әр таң оянған сайын жана жыр әкеледі, одан кейін иман жүрек айнасы деген кітап шығардым. Әлі уақытқа дейін мен мінәжат жырларым таусылған жоқ. Мінәжат жырларын меніңше біз өле-өлгенше жаза береміз. Ақынның көп уақытта жазу столында өтеді. Тынымсыз еңбекпен терең ойға шыққанда немерелерінің маңдайынан иіскеп көңіл сергітеді. Сәл тынығып алып, қайта жазуға кіріседі. Жарық дүниенің парқын оймен сезім орап, ақ қағазға өлең қып түсіруді мақсат тұтқан ақын тек ақиқатты жырлауға бекіген, дүниемен сый-сияпат қағызықпаған қаламгер осы сұр костюмді аса қадірлеп, қасиет тұтып киеді. Расул Хамзатов, мен сендерге жыр арнаймын достарым, жырдан басқа не болушы еді ақында, сол ғой менің бойымдағы бес қару, сол ғой менің шапанымда, атымда деген екен. Сондықтан мен ет жақын туыстарыма, бауырларыма көп жағдайда жыр арнаймын. Ал енді өз басыма келсек, мына елдің арасында жүргеннен кейін сол елдің арқасында мінекей ат та мініп жүрміз, шапан да киіп жүрміз, тіпті тақымызда толтырып жүрген темір тұлпарымыз да бар, замандастарымыз, туыстарымыз сыйлаған. Бірақ солардың бәріне маған баға жетпес сыйлық бұл заманымыздың заңғар жазушы Мұхтар Мағауинмен кезінде Жұлдыз журналында редактор болып жүргенде танысқан едік. Жұлдыз журналында ол кісі менің шығармаларымды да жариялаған. Осыдан 7 жыл бұрын ол кісі Прага қаласында тұрғанда іздеп барып, сәлем беріп, ол кісімен табақтас болдым, әңгімелестім. Сонда Мұқан үйіндегі Бақыт жеңгеміз маған мына баға жетпес сыйлық сыйлады. Ол мына костюм. Мен мұны 5-6 жыл кидім. Қазір тіпті жаға жеңі қырқылды. Бірақ маған ерекше қымбат костюм, өйткені Мұхтар Мағауиннің размері менімен бірдей екен. Сол ағамыздың ақиқатты айтқан шындығы, қаламының жүйріктігі маған жұғысты болсын деп, осы костюмді мен жалпы жиі киіп, иығыма іліп жүрмін. Қотыры бар қоғамның қытығына тисе артпа оғанның, жеті қаттың ұмытылып жатады жүрегінде. Ақын деген адамның тегеуріні толқынындай тобылдың, өрге қашып өлім болып өрілдің, от қоранып суырылып шыққандай әрбір сөзің өзегіне өмірдің қайсарлықпен адами хақында, алталашқа арзу еткен хатында, алатаудай жүрек жатыр жыр болып, тән болатын тек ақиық ақынға, алқа топта кеңес құрған көшелі, от түгімей орап тілдің шешені, ақылаға міскін күннің мысынбас тәті қара жараусынды кешегі, арына бұзар ағыса сау арындай, жай сөзімнің өзі жайдың оғындай, содан болар мінер қылғи шығасыз, мойныңызға гаустықта тағынбай, ұйқастырып сіздің жырдан айнытпай, өлім жазып жұртқа оқырем шайлықпай, бірақ сіздей қарағай боп қасқайып ақиқаттап айту қиын қаймықпай, алмас тұяқ тас тураған тағасыз, арғымаққа ауыздықтар шарасыз, арқа жырын алға сүйреп барасыз, арғын туа секілдені бағасыз. Жаңа мына фильмнің кішкене ескіде бір осыдан 5-6 жыл бұрын жасалған материал ғой. Мұнда Ақылбек ағай айтып жатыр, 45 кітабы шықты деп. Жоқ, Ақылбек ағайдың биыл 75-ке толып жатқан мерейтойы болып жатыр. Бүкіл республика көлемінде аталып өтіп жатыр. Кеше ғана мынау Астананың төрінде, Астананың қаймақтарына, руханияттың мықтыларына есеп беріп келгенде үлкен бір шығармашылық кеш өтті. Бүгін міне ақын үшін халықтан биік ештеңе жоқ, сіздердің алдарыңызға келіп отыр. Осы ауыл-ауылды аралап, биыл бірнеше ауданды аралайтын жоспары бар. Бұл өте жақсы жоба деп ойлаймыз. Енді мынау қазір ауылдың алты ауызы деген ұғым бар қазақта. Осы өңірдің, Наурызымның өнерпаздары дайындаған шағын бағдарлама бар екен. Наурызым әнін тыңдаймыз, тамашалаймыз. Одан кейін мына өнерпаз жақсы өсіп келе жатқан балалардың Ақылбек ағайдың өлеңдерін жаттап келген екен, соны тыңдап көрейік.
Мұратбек Шаяхметов, қазақ қызы. Қазақ қызы білім алдым жоғары, ару едің ұстаз болдың саналы. Ару едің ұстаз болдың саналы. Сүйікті жар әже болдың ақылды, ел ішінде, еңбегінде бағалы. Өтеп бердің тағдырдың сан сырына, арқау болдың ақындардың жырына. Қазақ қызы қасиетінен айналдым, ана болдың қазақтың қызы болдың. Қазақ қызы ұйқы болдың ұлтыма, тірек болдың дінім менен ғұрпыма. Шетке кетсең жақын қылар алысты, қиналсаң да шығармадың сыртына. Есте қалды жүгіргенім, күлгенім, есте қалды ат қып шыбық мінгенім, есте қалды базарында жастықтың, дос жаранмен қоян қолтық жүргенім. Есте қалды сауық сайран той думан, есте қалды күндерімде ой қуған, есте қалды нала мұңым шаттығым, қуанышым басым түсті қайғымнан. Есте қалды тұлпарлардың шапқаны, есте қалды қазды құрған қақпаны, есте қалды ауылдағы иттердің шабаланып балағымнан қапқаны. Өткен күндер тартқан шығар көмескі, жаным тәтті болса дағы тән ескі, тәтті балдай. Көздің жасы қайғы мұңды жуады, көздің жасы іштің дертін қуады, көздің жасы жанарынан мөлтілдеп, қамыққанда зарыққанда шығады. Көздің жасы жүректен, көздің жасы жүрек. Қаламсап, көріп жүрмін неше түрлі қаламсап, таңдағанда болу керек маған сап. Кейбіреуі қанирасы шындықты, кейбіреуі жалықтаған жарымсақ, кейбіреуі данышпансып дөкірсіп, кейбіреуі сен язар көлдірсіп, кейбіреуі сырын жұтырмағымен, кейбіреуі іш қуысы, есе емек қысып, кейбіреуі жазады тек көргенін, ойнап күліп, ойда қойып жүргенін, кейбіреуі сөзге сараттым тұйып, өзегімде не жатқанын білмеді. Ең қаламсап, іздеп жүрер жаңа жер, ең қаламсап, үміттеніп. Шыққан сайын түп дүниегін түніккін, ол жалғанда сайран салып жүріппін. Ұмытқам жоқ достарымның күлкісін, қастарымның табасын ше ұмыттым. Дәмін таттым, ыстық пенен суықтым, от пен суға түсіп әбден шынықтым. Біреулерді күліккенім есімде, кейбіреуді жылаттым ба, ұмыттым. Ортасында ыстық пенен ортасында күдік пенен үміттің, орналасқан ұмытшақтау жігітпін. Сені жаным құлай сүйді малайда, ренжіткен кезім бар ма, ұмыттым. Арасында тазалық пен болықтың, өмірінде қасиетін шынықтым. Жақсылықты өз басымнан өткерген, жамандықты тіршілікте көп көрген, неге ұмыттым. Ал, рахмет балалар. Балалардың енді ниеті жақсы ғой. Ақылбек түсіністікпен қарайсыздар деп ойлаймын. Өйткені Ақылбек ағай сияқты жазу тұрмақ Ақылбек ағай жазған өлеңді тыңдаудың өзіне шыдамай залдан қашып шыққан шенеуніктерді көргенбіз кезінде. Өйткені шындық таныс орғалаған шындықты біреу жағады, біреуге жақпайды. Енді әрі қарай жалғастырамыз. Осы кешті өткізіп отырып, өзіміз сөйлеп, өзіміз жыр оқып, Ақылбек ағайды ұмытып кетпейік. Ортаға шақырайық, ортаға Ақылбек Қожаұлын шақырамыз. Осы ауданның басшысы Мәди Өмірзақұлы ықтиярды шақырамыз. Қол шапалақтап, қошемет көрсетіңіздер.
жалпы бүгінгі іс-шараның Лев Толстой атындағы Қостанай облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының бастамасымен әдеби десант жобасы аясында ұйымдастырылып отырғанын еске сала кетейік. Әдеби сапардың басты мақсаты ғұмырын сөз өнеріне арнаған тұлғалардың өнегелі өмір жолы мен шығармашылық жолын насихаттау, оқырман мен қаламгер арасындағы рухани байланысты нығайту. Бүгінгі кездесудің қадірлі қонағы Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері, Қазақстанның құрметті журналисі, Махмуд Қашқари атындағы түркі әлеміне сіңірген еңбегі үшін халықаралық сыйлықтың, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты, Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы халықаралық сыйлықтың және тәуелсіз алтын қалам сыйлығының иегері, Қостанай облысының Қостанай қаласының және Жітіқара ауданының құрметті азаматы Ақылбек Қожаұлы Шаяхмет ағайдың бүкіл алған атақтарын айтқан жоқ, өйткені кешке дейін отыратын күніміз бар. Бүгін Ақылбек ағайдың 75 жас мерейтойы аясында өтіп жатқан мәдени іс-шаралар аясында жүздесіп отырмыз. Жаңа ғана айттым, осы істің жалғасы басқа да аудандарда жалғасады. Енді келесі сөз кезегі осы ауданның тізгінін ұстап отырған азамат, білгірі басшы Мәди Өмірзақұлына береміз. Құрметті Ақылбек Қожаұлы, киелі ауылының еліне қош келдіңіз. Сізге деген шынайы құрмет пен алғысымызды білдіреміз. Қазақ әдебиеті мен журналистикасына сіңірген өлшеусіз еңбегіңіз, ұлт руханиятын дамыту жолындағы қажырлы қызметіңіз кейінгі ұрпаққа өнеге. Сіздің қаламыңыздан туған әрбір шығармаңыз оқырман жүрегінен орын алып, ұлттық құндылықтарды дәріптелуге зор үлес қосып келеді. Сізге мықты денсаулық, шығармашылық шабыт, отбасыңызға амандық пен бақ-береке тілеймін. Қаламыңыз қуатты, еңбегіңіз жемісті болсын, Ақылбек аға. Ал енді мұнда аудан басшысының атынан Ақылбек ағайға арналған алғыс хат және ілтипат. Құрметті, өзім оқып берейін. Құрметті Ақылбек Қожаұлы, сізді мерейлі 75 жасқа толған торқалы тойыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Сізге шығармашылық жолыңыздағы елеулі еңбегіңіз, рухани құндылықтарды насихаттаудағы табандылығыңыз және қоғамға сіңірген зор үлесіңіз үшін шынайы алғысымды білдіремін. Ақындық талантыңыз, жазушылық шеберлігіңіз және журналистік қызметіңіз арқылы ұлттық мәдениет пен әдебиеттің дамуына қосқан үлесіңіз айрықша. Сіздің туындыларыңыз оқырман жүрегінен орын алып, жас ұрпаққа тәлім-тәрбие беріп, елге деген сүйіспеншілік пен рухани байлықты дәріптеуде маңызды рөл атқарып келеді. Қаламыңыздан туған әрбір шығарма ұлт руханиятының алтын қазынасы. Сізге зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыңызға амандық, шығармашылық табыс пен толағай жетістіктер тілеймін. Ізгі тілекпен Наурызым ауданының әкімі Мәди Иқтилар. Ал енді жайғасып отырыңыздар. Жалпы енді ақынның өзіне сөз берейік. Жалпы мынау
Ақылбек ағайдың басқа қаламгерлерде ерекшелігі өзім кейде ойланамын. Мысалы басқа өңірлерде ақындар, қаламгерлер, осы қалам руханият, мәдениет қайраткерлері топ болып жүреді, шоғыр болып жүреді. Өкінішке қарай мынау тың игеру жылдары қасиетті Тобыл өңірінде осы руханият сөзін сөйлейтін, елдің сөзін сөйлейтін, ұлттың жоғын жоқтайтын азаматтар сиреп қалды. Олардың көбі мына оңтүстікке қарай кетіп сол орталық Астанада қызмет етті. Соның ішінде жалғыз дарақ секілді, ойпаңға біткен ағаш секілді Ақылбек ағамыз ғана қалып, осы тың игерушілермен қатар жүріп, тайталаса жүріп, ұлттың жоғын жоқтады, қазақтың жанына қалқан болды, қазақтың рухының найзасы болды десек артық емес. Осы еңбегі биыл 75 жасқа толып жатыр. 75 жасқа толған кезіндегі 80-ге жуық еңбегінде көрініс тапқан. Енді кезекті сөзді ақынның өзіне берейік. Аға, құрметті қалай, құрметті жерлестер, мынау бүгін бізде Наурызым ауданында ерекше тарихи жағдай болып отыр. Жаңа бәрін Ақылбек туралы айттыңыздар. Мен кішкене еске алайын біздің Наурызым ауданына байланысты жағдайлар. Бұдан 40 жыл бұрын мен бірінші рет Ақылбекті көргенім, сырттан естиміз. Мына Шолақсай ауылында онда директоры 20 жыл неміс болды, Шұбарсен директоры. Істеп жүрген кезде мен бас бухгалтермін совхоздың. Ақылбек келді, сөзін Есергепов келді. Депутат болуға, дауыс беруге. Сонда Ақылбек шығып, орыс қазақ болғанбыз. Қазақша орысша сөзді халыққа жеткізе білді. Сол жылы жоғарғы кеңес Қазақстанның депутаттығына 3 адам үміткер болды. Осы ауданның бірінші хатшысы Рамазан ағамыз, Қарабатырдың директоры Жазет ағамыз, біздің жерлесіміз, осы жердің тумасы Есергепов Ысқақ. Сонда бұл кісінің ерекшелігі, шындығы, тіке айтатыны, өзі Қыпшақ болса да, бірінші хатшы Тілеуовке қарсы шығып, екі ауданның таласқа түскенде, сол Есергепов ұтып, депутат болды. Сол жағдайда ұтқан Есергеповтың 80% Ақылбекке байланысты болды. Айтқан сөздері, ол кезде как раз перестройканың басталған кезде халық осындай нәрсені көргісі келді. Партияның уже адамға әбден тиктығына тиген кезі болды. Сонда Ақылбек шындықпен қорықпай бәр жағдайды айтып, ол біздің Наурызым ауданының тарихында қалған жағдай. Бүгін мен өте қуаныштымын, 78 жасқа келіп отқанда, сол Ақылбектің 75 жасына келіп бір ауыз сөз айтып отқан. Ол да Құдайдың бергені. Ақылбекті бүгінгі күнде жастар, азаматтар дұрыс түсіндіңіздер. Бұл кісіні кешегі өткен Мағжанмен қатар қоюға болады. Басқа ақындармен белгілі. Жаңа өзі шешасына айтып өтті, қандай кісілермен кездескен. Бұл кісінің бағасын берген Олжас Сүлейменов. Ол қазір дүние жүзіне белгілі ақын. Сол кісі мына кісіні бағалап, Членом Союза журналистов өткізіп, Қостанайда қазаққа квартира тимегенде 4 бөлмелі үй алып беруге көмектескен. Міне Ақылбек. Сондықтан мынау елде бүгінгі келіп отқан, бұл біз үшін өте қуанышты жағдай. Басқа да аудандарға барар, бірақ Ақылбектің өзінің еңбегі, өзінің абыройы, өзінің таланты, соның сыртында бұл кісіге абырой қосқан біздің Наурызым ауданы. Сол сайлау арқылы. Сондықтан біз соған куә болдық. Енді айналайын, білім деп айтайын, менің кішісің, өтен бері араласамыз, сыйласамыз. Елдің енді сенің берік ойыңа біз қалып көрген жоқпыз. Марапат та жасадық.
Енді бүгін Ақылбек айналайын айтайын. Елдің осы 3 жыл бойы өте жағдай мәз емес. Егін болды, жауын болды, баға болмады деген сияқты. Бірақ бүгін сол жағдайды сен бұдан бәлен жыл бұрын айтқан шындықты айтатын адам уже жоқ. Енді Ақылбек бола ма, болмай ма? Бұл үлкен сұрақ. Өйткені өмір өзі көрсетіп отыр. Анау ақындар өздері қуып кетті. Жылда айтыс, ауылда ешқашан да ауылда алды. Айтыс ақындарын айтып отыр. Сондықтан мен кітап жазып, тарихи өзімнің бабаларым туралы жазғанда аударатын адам жоқ. Орысшадан. Міне Ақылбектен өтініш жасадым. Ақылбек аударып берді. Міне сондай дәрежеге жетіп отырмыз. Сондықтан бұл Құдайдың берген, жаңа кім айтып отыр ғой, Күзембаев. Шынында да біздің мақтанышымыз. Саған айналайын, мен егін егіп жатырмыз, егін шығады. Саған 1 камаз бидай берем. Оны өткізген шақта есің аларсың. Біздің қандай еңбекпенен, қанмен, термен деп айтсақ болады, ауылдың өмір сүріп жатқаны. Дұрыс бағаға сатсаң 2 миллион болады, арзан бағаға сатсаң 1 миллион болады. Алла Тағала саған ғұмыр берсін, Алла осы көңілден айырмасын. Аман болай, сау бол. Қадірлі ағайын, ассалаумағалейкум. Үлкен кісілер отыр, ұстаздар отыр, шәкірттер отыр екен. Мектепте өтіп жатқанына да өзім ризамын. Өйткені бұл мектеп тәрбиенің бастауы, біздің мемлекетіміздің дамуының соның іргетасы деп түсінемін. Мен өзім мұғалім отбасында тәрбиелендім. Жаңа әке туралы өлеңді 9 жаста жазған. Әкем қайтыс болғанда оқып берген немерем менің. Ол өнер академиясын бітірген, киноға түсіп жүрген Бекзат Бауыржан ұлы деген мен тұңғышымнан туған тұңғыш немерем, жаназықтан көрген. Енді бүгін мектепте жүргізіп отырған Нұрхан Абдуллабаев қазақтың белгілі ақыны, белгілі журналист, Егемен Қазақстан газетінің Қостанай облысындағы меншікті тілші, сол кезде теледидарда істеген, сақалым шықпай тұрғанда түсірген бейнебаян ғой. Сол бейнебаянда біраз дүние айтылды, қамтылды. Жаңағы балаларды әйтеуір ниеттеріне рахмет. Қазір мына смартфон, планшет деген дүниеге үйреніп кеткен ғой, ғаламторды мен Мұхтар Мағауин ағам біз оны интернетті ғаламторда аударып жүрміз, оны өсектор дейді. Өйткені ол өсектордың ішінде өзіне керек нәрсе де бар, керек емес нәрсе де бар. Соны саралап, бағалап, сүзіп алып қана пайдалану керек қой. Бірақ ниеттері дұрыс. Ең бастысы жақсы мен өлеңдерімді қазақ тілінен бастап таңдап алып оқып жатыр. Рахмет. Оны дайындаған жаңағы мұғалімдеріне де. Мен енді мектеп қабырғасында жүргенде тың игеру туралы жаңағы Нұрқанат айтып кетті ғой. Мен 1-ші класты сырттай оқып бітіргенмін. Өйткені әкем мұғалім болды да, 54-ші жылы тың игеру жылында, мен 51-ші жылы туған, мен 3 жасымда әкем негізінде математик болатын, мұғалім. Нарада мен туған құдам отыр, Бауыржан Бекетов, бұл кісінің әкесі Ғалымжан Бекетов. Бүкіл торғай өнеріне аты шыққан белгілі әдебиеттен сабақ берген мұғалім болатын. Сол кісіні Айбек Қалибұлы есін алып кәдімгі айтыскер ақынымыз айтысын айтып отырады. Мен әкем әдебиеттен сабақ берген жоқ, қазақ тілінен сабақ берген жоқ, математикадан сабақ берді. Бірақ менен 3 жас үлкен Асылбек деген ағам 1-ші класты бітірген кезде мен сол ағамның дәптерін қарап, әліппесін оқып, ол кісінің оқыған пәндерін жаңағы ағамыз менді оқып үйретіп алды. Сосын әкем менің қабілетімді білді де, заңға томпақ болса да келесі жылы 2-ші класқа ағаммен бірге барды. Сонымен мен 16 жасында орта мектепті бітірдім, Жітіқара қаласында. Енді тың игеру туралы мен көз көрген деген поэма жазғам. Ол поэма жылнама, мен кітаптарымда бар. Жаңа кітап көрмесінде жақында 14 томдық шығармалар жинағым жарық көрді. Ол кітаптың шығуына моральдық жағынан да, материалдық жағынан да үлкен көмек жасаған ағаларым. Сосын ең бастысы үлкен кәдімгі қолдау көрсеткен қазіргі облысымыздың әкімі Құмар
Іргебайұлы ақсақал күні кеше ғана Астананың төрінде өткен кәдімгі кеш өтті. Сол кеште қазақтың біраз марғасқалары, Қазақстан парламентінің депутаттары, Қазбек Иса бастаған белгілі режиссер, Қазақстан халық артисі Талғат Теменов, әйгілі Алмасбек Алматов, жырау кәдімгі. Бұрынғы облысымызды басқарған Ақтөбеде келген Архимед Бекежанұлы сияқты азаматтар кәдімгі көптеген ақын жазушылар өздерінің тілектерін білдірді. Бұл Астанада бірінші өтіп отырған мен кешім еді, бірақ бұл жалпы Астанада провинцияда тұратын ақындардың бірінші кеші. Бұрын ақындар Астанадан, Алматыдан елге келеді. Өйткені елде ет те бар, май да бар, қымыз да бар, жаңағы елден ішіп жеуге келеді. Біз сол елден керісінше Астанаға бардық. Соны Аллаға шүкір, бәрі жақсы өтті. Сол игісінің жалғасында бүгін мінекей Өмірзақ ағамен Мәди бауырым бас болған әдемі бір кездесу өтіп жатыр. Мен енді көбірек айтуыма болар еді, бірақ сөзімді ықшамдап сөйлеуге тура келеді. Мен Өмірзақ ағаны құлағына азан айтып қойған атын Өмірзақ деп қойған болу керек, ата-анасы өмірі ұзақ болсын деп. Аға өміріңіз ұзақ болсын, деніңіз сау болсын. Одан тараған мына тектілік деген бар қазақта. Досбол би айтқан екен, жердің жерден несі артық, бірақ тұтам шөп артық. Қойдың қойдан несі артық, бірақ асым ет артық. Ердің ерден несі артық, елге қылған ісі артық. Елге жасап жатқан қайырымы жөнделіп жатыр екен. Мәдениет үйі басқа шаруалардың бәрі сол оннан болсын айналайын Мәди. Жақында бір сырқаттанып қалды деп естідім. Шипа болсын, өзіңді аман есен көргеніме қуаныштымын. Мен Наурызымға мен бұрында келіп жүрмін. Бұл арада Қайғы деген жер бар. Кустанайский комсомолец деген совхоз болды ғой. Сол жерде Байғоныс Мұхамеджанов деген біздің спикеріміз болған Орал Мұхамеджановтың ағасы болды. Әкесі Байғоныс деген кісі. Сонда қайғыға қайғылма, қарарлыдан айырылма деген сөз болған баяғы. Сонда мен қайғы туралы өлең жазғам. Бұдан 30 жыл бұрын. Бұл жердің ежелгі аты қайғы деген, өзінің түп негізін әйгілеген. Қайғыда қасірет жоқ, қуаныш көп, өскенде өркендерің жайды делем. Бұл қайғы өткен күні шежіресі, көп сынға араласан кезігесін. Бел шешіп, шалғынында аунап жатып, қадірлеп басын дер жерін осы. Әрине, жоқтан барзат жасалмайды, өзендер су жоқ жерден басалмайды. Жүйткіген желден жүйрік желмаямен жүріпті саяхаттап асан қайғы. Қызбен мен жыландының арасында дейтін жер абат басы бар осында. Асаны сүйіктілі абат батыр қазақтың жерленген қой даласында. Қазаға аңғал батыр ұшырайды, аңызғып ел айтады осы жайды. Ағыпты тау басынан үлкен қайғы, сәл төмен тағы ағыпты кіші қайғы. Міне жоқ бұл мекеннің өз басында, тұр бірақ қайғы деген сөз басылмай. Мына көл, асан абат қайдасын деп жоқтаған талын елдің көз жасындай, көзіндей кешек өткен тана женім, сабырмен ағып жатқан жоқ өзенім. Тек қана қайғы деген көл қалыпты, ал оған қажеті жоқ дәреженің. Кеткен соң өзен орнын мыңыз көміп, сөз теріп ел ауыздан сыр іздедік. Қайғыда содан бері жөнелтеді, адамды су сұраған қымыз беріп. Сәл тоқта, қайда тартып барады өлең, мен оның түйініне жана келем. Ұл да көп содан бері асан деген, қыз да көп даламызда тана деген. Бұлдырап көз алдымнан бала кезім, ел жүрегім барам өзім. Шұрқырап құлынтайдай бір ойнаған, білмеймін қайда жүрсін тана көзім. Бағатын қонағының қас қабағын, қалмайтын құрақ ұшқан досқа жаны. Арудың сыңғырғақтан сырғасындай, ел қалай ұмыталар қостанады. Құшағы содан бері досқа дайын, жемеген ел аманда босқа уайым. Тіп-тік боп, қарағайдай тұрасқақтап, тобылдың жағасында қостанайын. Наурыз қорында да болдық. Мен алғаш осында біз айтыс ұйымдастырғанда Сасынов совхозының атынан сіздің ауданнан шыққан. Бұл өзі орыс тілі мұғалім Әсия Беркенова шықты. Буревицкий совхозынан осында жүрген Қасымхан Алдабергенов шықты. Сонда талай келіп, Ғаббас Тұрарен деген ақын тұрды Сасынов совхозында. Әбілқасым Тайырбергенов деген ақын болды. Ең алғаш мына ақындар айтыс қазір жүргізіп өтіп жатыр ғой. Бірақ Қостанай облысында сол кезде қазақ тілді аудитория тек қана айтыс болады. Қалған бүкіл жиналыстардың бәрі шенеунігі бола ма, басқасы бола ма, орыс тілінде өтеді. Сондықтан біз айтысты дамыттық.
қазір енді айтыс дүркіреп өтті. Бірақ ақан айтқан Ахмет бұл айтыс түбінде өлетін өнерде. Енді жүрсін Ерманның Аманжол Тәйттің атасында өлген жоқ, ел арасында жүр. Бірақ ол айтыскер ақындардан гөрі сіздер қазір кітап оқитын ұлт деп Қасым-Жомарт президент жаңағы Тоқаев еліміздің басшысы айтып жатыр ғой. Кітап оқуларыңыз керек. Ең бастысы. Айтысты бүгін тыңдайсыздар, ертең ұмытып қаласыздар, мәз боласыздар. Көбіне шоу болып кетеді жаңағы. Ең бастысы жаңағы сіздер кітап оқуларыңыз керек қой деп ойлаймын мен өз басым. Сол қайғыда мен радиода жұмыс істеп жүрген журналист кезімде жаңағы Байғоныс Ақсақалдан өлең жазып алған болатын. Оны Сәбит Оразбаев деген халық артисі. Бізді байқасаңыздар мына көк жәшікте әншілеріміз өтірік кәдімгі. Аспанға қарайтын, жұлдызды санайтын жаңағы. Қызыл көйлек, көк көйлек деп күлдің балдан өлеңдерін айтатын әншілер өтірік жұлдыздар қаптап кетті. Сонда мына Сәбит Оразбаев айтқан, өткенде әншілер тағы сайрап жатыр. Немене дейді, баспадым жардың шетін лайма деп, ішпедім арықтан су лайма деп, баспадым жардың шетін құлайма деп. Қорқамын жамандармен дос болуға тар жерде ердің құнын сұрайма деп. Мүлдем қате түсінік. Сонда өлең айтып жүрген әншілер сөзінің мағынасын түсінбейді. Ердің құны емес, қазақ жаңағы ер тоқымын сұрайма дейді. Ер тоқымын сұрамайды қазақ ешқашан. Тіпті біреуге сезім сатса сезім ноқтасын алып қалады. Ежелден келе жатқан ата-бабаның тағылымы. Ердің құнын сұрайды. Одан кейін қайырмақ тіпті сұрады. Немене дейді? Қыздар бұлбұл, жігіт дүлдүл, әлі ойлайым, қалаулайым, немене өмір өтіп барады, өмір құрғыр дейді. Біріншіден, қыздар ешқашанда бұлбұл бола алмайды. Қыздар гүл-гүл болады. Таңертең гүл қауызын ашқанда соны көріп бұлбұл сайрайды. Жігіт бұлбұл. Қыздар гүл-гүл, жігіт бұлбұл. Өтер жастық бозбала ойда да гүлдейді. Өмір құрмайды, өмір жалғасады. Осыны білмейтін жаңағы біздің топас әншілер әлі күнге дейін қазағымыздың миын улап, қазір байқаймын жетісіне күніне 6 сағат отырып қыз келіншекке қарайды, қалаулым деген. Байтап алмаған жаңағы қыз келіншектер сайрап отырады, дауласып. Маған мәкір берсін. Мәкір деген қазақта мүлде болмаған бұрын. Қалмал деген болған, ана сүт әке ақысы деген болған, мәкір деген мына араб құлдар арқылы келген бізге дүние. Ол не пәле? Кеше интернетте жазып жатыр, болған оқиға екен, мен сұрақ тұрсам жаңағы. Бір қыз жаңағы мәкір сұрайды ғой, мәкірге не сұраса, маған мәкірге жаңағы бір Мерседес машинасын алып бер деген. Жігіт орнынан тұрыпты да, мен үйленбеймін деп кетіп отыр. Кем дегенде жарты миллион ақша табатын жігіт керек. Біз үйленген кезімізде бір шамадамен көшкенбіз. Екі кесе жаңағы Алматыда, Алматы ол кезде қазақтың астанасы, ұйғырдың асханасы, орыстың баспанасы болатын. Көрінген орыстың подвалында жүріп, келімсек орыстарға жаңа ақша тауып беріп жүр. Енді айта берсе әңгіме көп, бірақ мен туралы меніңше бүгінгі мына жаназықта әдемі айтылып кетті. Одан кейін балалар өлеңді оқып жатыр. Қайта-қайта өлең оқып көп уақыттарыңызды алмай-ақ қояйын. Біраз кітапханада бар. Биылғы шыққан мен 14 томым қазір облыстың барлық кітапханаларына таратылды. Оның сыртында мен мына Фейсбукта өзім парақшам бар. Интернет қарайтын жаңағы азаматтар болса, поискадан Ақылбек Шаяхмет деп іздесеңіздер көресіздер. Оқып алуларыңызға болады. Бір шағын өлеңімді ғана оқып берейін сіздерге. Сосын сұрақтарыңыз болса, мүмкін сол сұраққа қарай жауап берерсіз. Шығарғанда емшектен жас баланы, еміздікті көрсетек бас салады. Кішкенеріні бұлтиып, соның өзін біреу алып қоярдай жасқанады. Ол білмейді маманың бөтендігін. Соны ойласам, толғанып кетем бүгін. Қайдан білсін нәресте, қайдан білсін емшек емес, еміздік екендігін. Күннің көзін бұлт бүркеп тастаған ай, ашық болып тұрсынша аспан ұдай. Өмірде не досымай, кей кездер алданамыз осылай, жас баладай. Қазір ата заңымызда, Конституцияда енді орыс тілі мемлекет тілімен қатар тұрсын деп жазылды. Ол біздің мына көрші елдің ықпалынан, ноқтасынан шыға алмағанымызды көрсетеді. Жазылса жазыла берсін, бірақ біз өзіміздің отбасымызда,
өзіміздің мектебімізде, өзіміздің мекемемізде, жиналыстарымызда ана тілінде сөйлесек, ешкім біздің аузымызды жаба алмайды. Сондықтан ана тілі деген сөз мына біздің қазақта ғана бар. Абдолла Тоқай татардың ақыны, ей туған тіл, ей матур тіл, анам әпкемнің тілі, дүниеде көп қызық көрдім сол туған тіл арқылы деп. Орыстар родной язык дейді. Біздікі ана тілі, неге ана тілі? Ата мекен, ата жер, ата қоныс, бірақ ана тілі. Өйткені қазақтың қызы батыстан шығысқа барса да ұзатылып, шығыстан батысқа барса да, оңтүстіктен солтүстікке, солтүстіктен оңтүстікке барса да бесік жырын сақтайды, ана тілін баптайды. Сондықтан да ол біздің жаңағы керемет ана тіліміз. Қиналасың, түсінбей жайымдана, көңілімде бар титтей уайым ғана. Сөз ұқпайтын тоғышар топастарды көтереді-ау әлі де сайын дала. Қарамай-ақ жарықпен қараңғыға, көтереді-ау жақсы мен жаманды да. Кендігінің арқасы мұның бәрі, дархан далам, қоя алман, саған кінә. Отырамын кей сәтте ойла қалып, перзентінің тілеуі айдан анық. Мен қорқамын осынау пейілінді, кетемеде жамандар пайдаланып. Жаңа Өмірзақ аға Олжасты айтып кетті, расында да Олжас Омарұлы қазір 90 жылдың тойлап отыр. Алла ғұмыр берсін, сәл-пәл ауырады енді. Мен Москвада әдебиет институтында оқып жүрген кезде сол Олжекеммен әңгімелесіп, сол кезде дүркіреп тұрған кезде Олжас Азия деген кітабы шықты ғой. Жалпы ана отан деп айтып жатырмыз ғой. Орыстар біздікі бай тіл, біріккен ұлттар ұйымындағы алып тілдің біреуі де мақтанады. Орыстың тілі қазақ тілінің тобығына да жетпейді. Мысалы, отчизна дейді, отчество дейді, тағы неме, отечество дейді. Оның түбірі от деген сөз. Біз отан дейміз, отбасы дейміз, отағасы дейміз, ошақ дейміз. Ошақты олар очаг дейді. Қазақтар бұрын мұнша дегенді білмеген, біз қазақтарға жаңағы мұнша мәдениет үйретіп дейді. Мұнша орыстар жалаңаяқ жалаңбұт жүргенде болмаған орыстар. Орған арасында қаңғып жүргенде. Мұнша мәдениеті біз ежелгі қыпшақ дәуірінен келе жатыр. Түркі дәуірінен. Баня деген сөз, буана деген сөз шын мәнінде. Қазақтар бұрын Сәует Мұқанов жазған кезінде жаңағы өзінің кітабында. Мына қазақта зығырданым қайнады деген сөз бар. Көлдің жағасына барады екен де жаңағы киіз үй тігіп, киіз үйдің ішіне жаңағы тасты жинап, тас қорық дейді, астына тезекті жағып, тас тәптен қыздырып, даладан зығырдың дәнін теріп әкеледі екен. Зығыр деген конопля. Соны ана тасқа сеуіп жіберген кезде керемет кәдімгі бу пайда болады. Буана, баня, буана деген. Сосын барып көлге суға түседі. Артынан Шыңғыс ханның заманында ханымдарды киіз үйдің ішіне астау алып, киіз үйдің ішінде түсіретін болған көлге емес. Яғни монжа мәдениеті өзі бізден шыққан. Сондықтан біздің тарихымыз өте терең, сол тарихты қаудырып жатқан тарихшылар да бар. Бірақ ең бірінші біздің тарихымызды шығарған олар біздің ақын жазушылар. Ілияс Есенберлин кешегі қаһардан бастап жатқан көшпенділер де бар. Мұхтар Мағауин, Қабдеш Мәдір, ақындардан Темірхан Медетбек, Жұмекен Нәжмеденов деген сияқты. Сол кезде Москвада оқып жүргенде Азия деген кітап черный рынокта сатылатын. Орыстар айтатын, не имей 100 рублей, не имей 100 друзей, а имей хотя бы одно экземпляр Азия деп. Өйткені 100 рубль тұрады Азияның кітабы. Оның артынан кітапханаларына алып тастап, әйтеуір Димаш ағаның Қонаевтың арқасында ақталды ғой, әйтпесе Олжас сол кезде сотталып кететін еді. Сол Демекенің арқасында ақталды. Сондықтан біздің болашағымыз әрине алда ғой деп мен өзім ойлаймын. Жаңа Өмекен айтып кетті, мен Шолақсайда болғам. Өзінің керемет мұражайы бар, наубайханасы бар, ең арзан кәдімгі нан шығаратын. Елде болса ерінге тиеді дейді. Мінекей Алла сіздерге жауын әкелсін, ұрыс құт әкелсін, егіндеріңіз бітік болсын, төскейдегі төртбөктеріңіз мол болсын. Мына мемлекеттік қызметте жүрген, мектепте сабақ беріп жүрген ұстаздардың еңбегі ақталсын, балаларына биылғы оқып бітіретін жақсы мамандық алып оқуға түссін. Біздің кезімізде жаңағы орыс үкіметінің, Совет үкіметінің өктем пиғылы сондай болды. Орыс мектебін бітірген балалар экономист бола ма, юрист бола ма, кім болғысы келеді, бірден сабаққа кетіп жүрді. Біз қазақ мектебіндегі балаларды 2 жылға ауылда қалдырдық.
балалар мал бақсын, қыздар сиыр саусын деп. Сиыр сауып жүрген қыздар 2 жылдың ішінде біразы тұрмысқа шығып кетті. Жігіттердің біразы өздерінің басымен әлек болып кетті. Былайша айтқан кезде, сол кезде бізде второсортный, екінші сортты халық есебінде біз мемлекет құрушылық болсақ та, государство образующая нация дейді ғой. Әлі уақытқа дейін біз Қазақстанда 134 жаңағы ұлт тұрады деп мақала. Олар ұлт емес, олар диаспора. Қазақстанда бір ғана ұлт, тек қазақ ұлты тұрады. Және Әлихан Бөкейхан айтқандай, жердің астындағы байлығы, жердің үстіндегі байлығы, жердің үстінде жүрген қойының әрқайсының жөні қазақ иығына шапан болып жабылып, жердің астындағы тас қазақтың костюміне түйме болып қадалуы керек. Өкінішке қарай біз кешегі Назарбаевтың тұсында оның туған туыстарына айналдырған 160 адамға жаңа офшорға жіберген ақшаларын бізді ішіп жеп, шетелдіктер әлі күнге дейін жердің астын қопарып, үстіндегі кенін, астындағы кенін, үстіндегі егінін, дәнін бәрін сыпырып алып жатыр. Енді амандық болса, батпандап кірген ауру мысқалдап шығады дейді ғой, одан да құтылармыз. Жақсы заман туар. Бірақ осы совхоз кезінде кешегі совет директоры болса да, сақтап қалған Шолақсайда мына Өмірзақ ағаға да мен тағы сол рахметімді білдіремін. Алла жар болсын. Тоқтай тұрайын, көп сөйлеп кетті деп жүрміз. Ал құрметті ағайын, ортамызда жастар отыр, үлкен кіші отыр. Ақбек ағайға егер сауал қойып, сұрақ қойып отырсаңыздар, кім сұрақ қояды? Мерейлі жасыңыз құтты болсын. Әлі талай мерейлі жастан мерейлі тойға жете беріңіз. Осы уақытта бізді таңғалдыратын, бізді сүйсіндіретін талай туындылар өмірге келеді деген ойдамыз. Өзіңіздің басыңыз аман, бауырыңыз бүтін болсын, отбасында да бәрі жақсы болатын болсын. Енді менің сұрағым, сіздің жаңағы осы ақындық қасиетіңіз өзіңіздің жаңа ата-анаңыздан сізге жұққан ба, әлде ата-бабаңыздан мүмкін болған шығар, соны айтып кетсеңіз, әлде өзіңіздің жеке басыңызға солай қонды ма? Сосын екінші сауалым, мынау сіз өлең жазғанда шабытты қайдан аласыз? Неден шабыттанасыз? Сол туралы айтып берсеңіз, рахмет. Жақсы, рахмет. Енді ол маған өлең деген әке жағынан да, шеше жағынан да, нағашы жағынан да жұққан. Ол кезде ауылда естеріңізде болар, теледидар деген жоқ, кейде радио сөйлейді. Әкеміздегі бірінші рет біздің ауылға патефон алып келген. Патефонда Халкерім деген қазақ Қамажай сияқты әндері керемет, соған пластинкаға қоятынбыз. Қазір енді ол ұмыт болды. Пластинкадан біз енді әлгі артынан неге көштік? Компьютерға. Компьютерда диск деген болды. Онан дисктен кейін флешкаға көштік. Қазір одан да басқа технология дамып жатыр ғой енді. Шешеміз сол кезде ауылда той думан болады ғой. Сол кезде қазақта шарм өлең деген болады. Отырып алып, жаңағы әйелдер жандарынан шығарып, кейбіреулері жаттап айтады, жаңағы балалар сияқты. Кейбіреулер ойларынан қосып, той болса тойға арнап, сондай өлеңдер айтады. Мен жалпы 3-ші класста оқып жүрген кезімде біздің ауылда Татра деген машина болды. Чехословакиядан шығатын. Ол кәдімгі внедорожник, дөңгелек үлкен, кабинасының бүйірінде өкіріп тұрған өгіздің суреті бар, ешқайда батпайды дейді. Сол бір күні біздің Желғуар деген өзен жағасында батырып жатыр екен. Сосын бір шумақ өлең жазған. Дейді ғой, Татра деген маркасы. Татыр, осыма машинасы іске татыр. Сол татыр Желғуардың жағасында батпаққа белшесінен батырып жатыр. Сосын сол өлеңді әкем айттым. Әкем өз етте өлең жазатын. Әкем сосын мен басымнан сипап, сен жаза бер деп. Сосын Жітараға интернатқа келдік 5-ші класста оқып жүрген кезімде. Сонда менің жаңа қабілетімді байқап, ұстаздарым мен Қабырға газетіне редактор болдым. Біз ол кезде қазір мектепте Қабырға газеті бар ма жоқ па білмеймін. Біздің журналистік қызметіміз Қабырға газетінен басталған. Біз Тікелек, Найзағай, Шаншорғы, Сын Семсері деген газет шығарып тұрдық та, арада 1-2 жыл өткесін мен қызметім үлкейіп, Мектеп Правдасы деген газет болды. Сол Мектеп Правдасында редактор болды. Соны 7-ші класста оқып жүрген кезінде Қасымхан Ерсарин деген біздің жерлесіміз Қазақ радиосының Ұшқын деген жастар редакциясы бар, сол кісі келіп, біреулер айтқан ғой, осында ақын бала бар деп. Сол мен туралы жарты сағаттық хабар жасады.
Сосын мен ойладым, шамасы менен бірдеңке шығатын шығар. Сол алдыма мақсат қояйын, мен түбінде өзі жазушы болатын шығармын, журналист болатын шығармын деп алдында суретші болуды армандап жүргем. Сонымен жаңағы мен алдыма қойған мақсатыма былайша айтқан кезде жеттім ғой деп ойлаймын. Өз басым өмірге кәдімгі солай келдім. Ал енді өлең қай уақытта жазылады? Өлең келген уақытта құрастыруға болады, өлеңнің ұстасы болса. Бірақ нағыз өлең бұл не қиналғанда, не қамыққанда жазылады. Расулғанда түптің әлемге әйгілі ақын Абардың өлеңі бар. Жердің беті көк шалынға тұнады-ау, көк жаңбырын құйып өткенде, сөздің небір асылдары туады-ау, ақын көз жасқа толып кеткенде. Яғни небір қатты қуансаң, небір қатты қапалансаң, ердің бір жағдайы мен басқа үйдегі бір жағдайларында нағыз өлең сонда туады. Ал өлеңдер жазатын ақындар болады, Державин мен Жуковскийдің одалары сияқты. Бізде де бар ондай ақындар. Назарбаев өлең арнаған, Тоқаев өлең арнап жүрген. Осы өлең өзіне ғана емес, әкесіне өлең жазып жүрген. Бұл өлеңдер күнделікті айтылатын дежурный өлеңдер ғой. Бүгін бар да ертең жоқ, ертең ұмытылып қалатын, тарихта қалмайтын. Суға, құмға жазған нәрсе сияқты нәрсе олардың бәрі. Қанағат па? Тағы сұрақ қойсыздар бар ма? Олай болса аға, мен бір сауал қойып жіберейін сізге. Сізді ақын, драматург, көсемсөз шебері ретінде бағалап атады көпшілік жұрт. Бірақ сіздің мынау ғалым ретіндегі қырыңыз жұмбақ күйінде қалып қалады көпшілік үшін. Бірақ мынау қазақтың маңдайалды ғалымдардың өзі сіздің еңбектеріңізге сүйеніп, дәйек алып, сілтеме жасап отыратынын білеміз. Жалпы мынау Нұржан Наушабайұлының мұрасын шығардыңыз. Одан кейін мынау алмағайып заманда Алашқа қызмет еткен Елдес Омаров сынды тарихтың шаңында, тозаңында жатқан азаматты алып шықтыңыз. Осы жайында бірер сөз айтсаңыз. Енді мына Мұхтар Мағауин «Поэты Казахстана» деген антология шығарды ғой, орыс тіліне аударып. Сонда Владимир Сивин деген менің жетекшім речесі тағы. Керемет ақын, сол Шәкәрімді аударған. Оның бір жұмбақ өлеңін ғана айтайын мен сіздерге. В больнице умер инвалид и 3 солдатские медали. За то, что не был он убит, теперь в ногах его лежали. Керемет кәдімгі орыстың ақыны Владимир Сивин деген. Сонда айтайын дегенім жаңағы біздің қазақтың ақындары бес ғасыр жырлайды деген кітапқа да Бейсенбай Кенжебаевтың кезінде бір 2-3 ақ назым берген. Нұржан Наушабайұлы жалпы ескерілмей қалған. Бірақ жаңа айтылды ғой, бейнебаянда мен 3 кітабын кириллицадан аударып шығардым. Нұржан Мұсалмандай өлеңі бар. Біз енді Міржақып Дулатты айтамыз ғой, оян қазақ, қазақты оят. Қазақты оятқан жалғыз Міржақып емес. Қазақты сол кезде мына Батырбек Ержанов деген Павлодарда ақын болды, Тұр қазақ деп өлең жазды. Құмар Қарашев Жатпа қазақ деген өлең жазды. Біздің ақан Ахмет Байтұрсынов ұйқысын алда болса бөлмеске екен, түк қоймай құлағына ызыңдаса деді. Ал Нұржан Наушабайұлы 5 қыпшаққа қараған, жаныма өлшеп балаған, үй тоғызақ әйет пен тобылменен арада, елді жаман бүлдірді-ау ит абалап қабаған, қарағаздан сарбаланы еш адам жоқ бұл жерде, қамын ойлап жылаған. Жерімді алды, көлді алды, енді алмаған нең қалды. Ұйықтама оян Алашым деді. Алаш деп, Алаш партиясы мүшесі болған ол. Жалпы, жалғыз қазақ емес, түркімен, өзбек, қырғыз, башқұрт, солардың бәріне арнап өлең жазды. Сондықтан мен Нұржан Наушабайұлын ғылыми айналысқа енгіздім деп мақтануыма болады. Ол туралы талай дипломды жұмыстар қорғалды, докторлық диссертациялар, кандидаттық диссертациялар қорғалды. Ал Елдес Омарұлы деген атамыз Алаштың программасын жасаған. 1926 жылы Бакуде өткен түркологтардың съезінде бір дауыспен латыншылар басын болып кеткен ғой, латын әрпіне көшеміз деген. Сонда ақанды жақтаған Елдес Омарұлы. Ал енді Елдес Омарұлы сол кезде қалай түсіндіреді? Мына латын жазуы өлген жазу. Ал төте жазу қазақтың жаңағы ыңғайына бейімделген. Біздің қазақтар келіншектер кесте тіккен кезде инені теріс қарай салмайды, өзіне қарай алады. Сен тамақ ішкенде қасық теріс салмайсың, аузына қарай апарасың ғой. Әркімнің кәдімгі қасығы өз аузына жақын деген сияқты. Сол секілді іштіккенде де сен оңға қарай айналдырасың. Яғни орнынан солға қарай жазу, төте жазу, ақанның жазған жазуы біздің әлемдегі ең мықты жазу деп
дәлелдеу. Сол кезде соларды біз қазір тіліміз келсін келмесін, терминология саласында орыстан, шетелден келген сөздерді көп қолданып жүрміз ғой. Ол кісі қазақта бар сөздерді қолдануымыз керек деген. Мысалы, геометрияны ол кісі 26 жылы Қызылордада шыққан оқулығында пішіндеме деп отырады. Пішіндеме. Тригонометрия кескіндеме. Математика есеп қисап. Біз Орта Азия дейміз ғой, Средний Азиядан аударып алдық. Ол кісі Орта Азияны Кіндік Азия деген. Ал енді сол кісілердің сөзімен, өзімізде бар сөзді қолданайық деген Ахметпен Елдерді тыңдамай, мысалы біздің президентіміз, бірінші президентіміз Назарбаев қазаққа кірген әдемі сөз бар еді, мұражай деген, мұрағат деген. Ол кісі айтыпты, ол филолог емес, лингвист емес, ондай оған мамандық тіпті сәйкес келмейді. Нұрекен айтатын көрдіңіз, бұл не масқара? Әлемде бар сөздер не өзгертесіңдер сендер? Мұражайды музей деуіміз керек, мұрағатты архив деуіміз керек деген. Ақылға сыймайтын нәрсе. Неге біз аудармауымыз керек? Мысалы, Ислам Жарылғапов деген аудармашы болды. Мороженый деген бізде болған жоқ қой. Біздің мороженейіміз сүт соғып қойғанда бетінде қаймақты құстыңыз алып жейтінбіз жаңа. Соны балмұздақ деп аударды. Қандай әдемі сөз. Өзі балдай, өзі мұздай, тамып кетсе тақ қалады. Қаншама мағынасы бар. Мен Румынияда болдым. Сонда Румынияда мороженый сатып отыр екен. Сөйтсем сыртына жазып қойыпты. Сладкий лед деп. Сладкий ледяной деген. Славян тілінде ғой. Қандай әдемі. А орыстар бірақ мороженый дейді. Өйткені олар шовинист. Олар мороженый не болуы мүмкін? Мороженый балық болуы да мүмкін, ет болуы да мүмкін, басқа нәрсе де болуы мүмкін. Көрдіңіздер ме? Яғни біз өзімізде бар сөзді қолданудың орнына әлі күнге дейін орыстың сөзін, кейде арабтың сөзін аламыз. Әлі күнге дейін біз жаңағы арабтың сөзімен біздің молдалар не дейді? Иншаллах, субханаллах деп сөйлейді. Қазақ ешқашан да Алланы Аллах дейді. Аллах. Х деген әріп жоқ бізде. Қазақ Алланы өзі дара, сөзі дарас деп Абай айтқан Алла, онdan солға қарай оқсан да, солдан оңға қарай оқсан да Алла деп жазылды. Біз субхан Алла дейміз, иншалла дейміз, Х деген әріпті қоспаймыз. Әлхамдулилля дейміз, әлхамдулиллах демейміз. Жоқ, қазір біздің мына Пакистаннан оқып келген, Сауд Аравиясынан оқып келген вахабиттер ме, салафиттер ме, соған жақын иттер ме, шетіне жаңағы арабтың тіліне дейін тұрады. Олар не дейді? Олар уағыздарын тыңдасаң дейді, сен 5 намазыңды оқы, Меккеге бар, қарыз жаса, садақа зекет бер, Мұхаммед пайғамбар да айтады, сахабалар да айтады, 4 шадияр да айтады. Неге олар базалап соғысын жариялаған кеше орыстарға, дінді насихаттаған Марал Ишанды айтпайды? Неге жаңағы мұсылмандық тұтқасын жазған Абырай Алтынсаринді айтпайды? Неге жаңағы Нәжат жазған Нұржан Наушабайұлын айтпайды? Кәсіп ал демейді. Кәсіп үйрен, мамандықтан да демейді. Кәсібізде еңбек қыл демейді. Алма піс, аузыма түс, Аллаға жалбарын, Алла саған береді. Мүлде қате тұшыр. Сондықтан жұма намаздан қалмай баратын кейде оқушылар да бар, естерінде болсын. Шал ақынның айтқаны бар жаңағы. Мекке менен Мәдина жердің ұшы алыс шапар дейді ғой барған кісі. Ата менен анамды құрметтесең Мекке болып табылар дейміз. Намазыңды оқы, Аллаға сен, ол үшін сен. Меккеге бару шарт емес. Меккеге бір рет бардың ба, сол да жетеді. Мысал үшін. Бізде Меккеге 8 рет, 9 рет барамыз. Және соны мақтан етеді. Жарайды, рахмет. Құрметті ағайын, көздеріңізге қарасам кешке дейін отыра бергілеріңіз келіп тұр, бірақ уақыт шектеулі. Осымен жалпы Наурызым бүкіл әлем көстіріп отырған қорығымен әйгілі, мынау бүкіл құстар үшін қымбат мекен, қызыл кітапқа енген, емдік шөбінің өзі қаншама, тек қана осы Наурызым қорығында өсетін шөптер бар. Басқа жұрттың қолы жетпей жүрген. Сондықтан сол қызыл кітапқа енген қаншама аң құстарыңыз бар. Анау 90-шы жылдары, 2000-шы жылдары ел үдере көшіп, урбанизация етек алған тұста мен ойлап едім, журналист болып жүріп. Осы Наурызым ауданының
халқының өзі қызыл кітапқа еріп кетпесе жақсы болар еді деп адам қалмай қалды деп. Бірақ Аллаға шүкір, ортамызда отырған Өмірзақ ағамыз сияқты азаматтардың арқасында халықтың көші тоқтап, қазір тұрмыс қанша қиын дегенмен түзеліп келе жатыр. Сондықтан әкімдеріміз жайлы естіп жатамыз, журналист болғаннан кейін әділ екен, қатаң тәртіп орнатып жатыр екен, бұрынғы шалтай-балтайларды қуып жатыр екен деген сияқты. Сондықтан қолдаңыздар, бұл кісілер өздерінде бар, басқа әкімдер сияқты ұрламайды, қалтасынан алып ауданға бермесе, ондай түзу адамдар, осындай түзу адамдарды ниетті түзеп, көптің ниетін түзеп қолдауымыз керек. Сонда ғана ел боламыз. Қызыл кітапқа енбеңіздер, көбейе беріңіздер. Бүгінгі кешке келген ниеттеріңіз үшін рахмет. Осымен кеш аяқталды. Мен рұқсат болса, осы тізгін ұстап отырғанды пайдаланып, Ақылбек ағайға ертеректе жазған жаңа өлеңімді оқып берейін. Ардың туы деген. Өйткені бұл өлең Тұрсынбек Кәкішев ағамыз осы Ақылбек ағайдың бір тойына келген кезде осы өлең үшін маған бата беріп еді. Сол кісінің батасын алып берген өлең. Сондықтан ардың туы деп аталады. Қолтығында қотыры бар қоғамның, қытығына тисе артпа оғанмын. Жеті қаттың мұңы тұнып жатады жүрегінде, ақын деген адамның тегеуріні толқынындай тобылдың, өрге қашып өлең болып өрілдің, от қоранып суырылып шыққандай әрбір сөзің өзегінен өмірдің, қайсарлық пен адами ар хақында, алталашқа арзу еткен хатыңда, алатаулай жүрек жатыр жыр болып, тән болатын тек ақиық ақынға, алқа топта кеңес құрған көшелі, отты көмей орақ тілдің шешені, ақыл аға міскін күннің мысынбас, тәті қара жырау сынды кешегі, арна бұзар ағыс асау арындай, жай сөзіңнің өзі жайдың оғындай, содан бұлар мінберлерге шығасыз, мойныңызға галстукта тағынбай, ұйқастырып сіздің жырдан айнытпай, өлең жазып жұртқа оқырем шайлықпай, бірақ сіздей қарағай боп қасқайып ақиқатты айту қиын қаймықпай, алмас тұяқ тас тураған тағасыз, арғымаққа ауыздықтар шарасыз, арқа жырын алға сүйреп барасыз, ардың туы секілденіп ағасыз. Енді жалпы сіздерге рахмет. Мына қазір сіздердің де араларыңызда осы өңірде де тарихтың тозаңына тұншығып жатқан, көміліп жатқан, әлі аршылмай жатқан асылдың сынықтары, алтындары көп, асыл жақып көп. Соның бірі мына Өмірзақ ағалар өсіріп жатқан дәннің бағасы әлі бағаланбай жатыр. Ең сапалы, ең жаңа клейковинасы жоғары дән осы өңірде өседі. Осы дәннің бағасы бағаланбай, мына өңір кішкене кешеуіл деген осы дән бағалансын, сіздердің еңбектеріңіз бағалансын. Мен жаңа Камаздағы 2 миллион, 3 миллионға сатам, сонда дән бағасы өседі. Сіздікі 10 миллион болады. 100 миллиондық көңілмен беріп отыр ғой. Енді назарларыңызға Қостанай әнін ұсынамыз. Ақылбек ағайдың сөзіне жазылған тамаша ән. Осымен осы кездесуімізді түйіндейміз. Аттан еккен ер, туып өскен жер, құтты болсын
кездесу тамамданды. Қоятын сұрақ, айтылмай қалған сөз бар ма? Bir rет сұрау парыз. Онда қош сау болыңыздар. Ақылбек ағам 80 келгенше жүздескенше. Ара қыздар жаттап келетін. Ал ортақ қатысып